Сәлем достар, бүгін сіздермен вупипай тортын жасайтын боламыз. Дәмі керемет болып шығатын ерекше торт сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Қажетті ингредиенттерді видеоның төменгі жағынан таба аласыздар. Ең алдымен сары майымыз бен шоколадымызды микроволновкада ерітіп алатын боламыз. Шоколадты еріту барысында әр 15-20 секунд сайын араластырып тұруды ұмытпаңыздар, өйткені шоколадымыз күйіп кетуі мүмкін. Бізде шоколадымыз еріп дайын болды. Құрғақ ыдысымызға жұмыртқаларымызды саламыз. Міндетті түрде ыдысымыз тап-таза әрі құрғақ болуы керек. Үстіне қантымызды саламыз және де миксердің орташа жылдамдығында араластыратын боламыз. Үстіне еріген ыстық шоколадымызды миксерді айналдыра отырып құямыз. Миксерді айналдырып тұру керек, өйткені жұмыртқамыз пісіп кетуі мүмкін. Ұнымызды және де какао мен разрыхлителімізді ыдысымызға ситадан өткізіп саламыз. Және де қасықпен жақсылап араластырамыз. Өйткені бірде миксермен араластыратын болсақ, ұндарымыз жан-жаққа шашырауы мүмкін. Сол себепті қасықпен араластырған дұрыс. Енді миксердің орташа жылдамдығында тестамызды жақсылап араластыратын боламыз. Тестамызды қадағалаңыздар, ешқандай іртік болмауы керек, және де көп араластырудың қажеті жоқ, біріккен масса болса болғаны. Міне дайын. Пергаментімізді дайындаймыз. Пергаментті форманың көмегімен дайындауға болады, немесе қаламның көмегімен тарелканы қойып сызып алсаңыздар да болады. Паклан фирмасының пергаментін қолдануға кеңес беремін. Өте сапалы, ешқандай жабыспайды және де майлауды қажет етпейді. Әр пергаментімізге 4-5 асық қасықтан тестамызды құямыз және де белгіленген шеңберден шығып кетпей, әдемілеп жайып жайғастыратын боламыз. Тестамызды жайғастырған кезде бір шеті қалың, бір шеті жұқа болмау керек, біркелкі орташа қалыңдықта болуы тиіс. Бізде 4 қор шығуы керек. Барлығын осылай жайғастырамыз. Видеода барлығы түсінікті көрсетілген. Дайын болған тесталарымызды алдын ала 180 градуста қызып тұрған пеште 10-15 минут шамасында пісіріп аламыз. Міне осындай қалыңдықта және де жұмсақ болып пісіп шығады. Және толығымен суытамыз. Кремін дайындаймыз. Бізге крем-чиз немесе кез келген творожный сыр керек, сахарный пудра және де сливки керек. Вупипайға арналған насадка мен кондитерлік қалташа керек. Кондитерлік қалташаны кесіп және де вупипайдың насадкасын саламыз. Осылай дайындап қоямыз. Таза құрғақ ыдысымызға творожный сырымызды салып, үстіне қант ұнтағын салып, және де миксердің орташа жылдамдығында жақсылап араластырамыз. Ыдысымыз таза әрі құрғақ болуы міндетті. Егер олай болмаса, креміміз дұрыс шықпай қалуы мүмкін. Салқын пайызы 33-35% сливкемізді құямыз. Сливке өте салқын болуы керек. Кемінде 8 сағат холодильникте тұрғаны дұрыс.
Егер сіз дүкеннен сливкиді сатып ала келе осылай ұрғылайтын болсаңыз, сізден ешқандай крем шықпайды. Сол себепті кемінде 8 сағат холодильникте ұстауларыңыз қажет. Сливкиіміз қоюлана бастаған кезде миксерді тоқтатуымыз керек. Ұзақ араластырмаймыз. Ұзақ араластыратын болсақ, біздің креміміз қайтадан сұйылып кетуі мүмкін. Бізде осындай қоюлықтағы крем шығады. Кремімізді кондитерлік қалташаға салып, ораймыз. Видеода көрсетілгендей етіп шариктар жасаймыз. Алғашында шариктар шықпауы мүмкін, уақыт өте келе қолыңыз үйреніп кетеді. Ортасына кремді көбірек жағамыз, өйткені азырақ жағылса коржымыз тегіс болып қойылмайды. Коржды қойғаннан кейін жақсылап қолмен бір тегістеп алыңыздар, және де тағы да шарик шығарамыз. Соңғы коржымызды қоямыз және де қалған кремді жұқалап бетіне жағамыз. Егер кремді жұқалап жағатын болсаңыз, ашық қалған жерлеріне шоколад тұрып қалмайды. Шоколад ерітілгеннен кейін тегіс құйылатын болады. Және де шоколадымызды ерітіп болғанша холодильникте ұстаймыз. Шоколадымызды ыдысқа салып, ыстық сливкиді үстіне құямыз. Сливкиімізді жай отта немесе микроволновкада ысытып алсаңыздар болады. Және де жақсылап араластырамыз. Бізде осындай сұйықтықтағы шоколад шығады. Шоколадымызды торттың бетіне құйып, спатуланың көмегімен жақсылап жан-жағына жайғастыратын боламыз. Әсемдеу жағы өз қалауларыңызда, бетін әрлемей-ақ өте әдемі торт болып шығады. Тортымыз дайын болды. Өте керемет дәмімен ерекшеленетін ең дәмді торттың бірі. Осы рецептпен жасап көріңіздер, жақындарыңызды қуантыңыздар. Ұнайтынына сенімдімін. Арнама тіркеліп, лайк басып, қолдауды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған дәметкен назарларыңызға рахмет.